Тобыл өңірінің диқаншылары дән себу жұмыстарын аяқтап қалды. Бүгінгі күні 4 миллион гектар алқаптың 93% игерілген. Қостанайлық диқандар биыл өнім мол болады деген болжам айтуда. Топырақтың ылғалды болуы мен егіншілік кәсіптің озық технологиясы осындай сенім ұялатады. Жергілікті шаруалармен жүздескен премьер-министрдің бірінші орынбасары Бақытжан Сағынтаевты аймақтың тәжірибесін басқа өңірлерде де кеңінен қолдану қажет дейді. Қостанайдағы тілшіміз Мағауия Қалиев әңгімелейді. Нөлдік технология ылғал қорын сақтап, топырақ құнарлығын жоғалтпауға бірден бір сеп. Биыл облыс бойынша көктемгі егіске тартылған 4 миллион гектар алқаптың 1 миллионына осындай озық әдіс қолданылды. Заречный тәжірибелі шаруашылығы нөлдік технологияны 15 жыл бұрын енгізген еді. Қазір нәтижесіне ел куә. Былтырғы қуаңшылыққа қарамастан, бұл шаруашылық гектарынан 30 центнерге дейін өнім алды. Были времена, когда лет 10 назад. Осыдан 10 жыл бұрын қуаңшылықтан кейін көктемгі егіс жұмыстары маусым айының соңына дейін созылғаны әлі есте. Ал биыл ондай қиыншылық байқалған жоқ. Бұл ауыл шаруашылық құрылымдарының материалдық техникалық жағынан жабдықталу, қаржылық тұрақтылық деңгейін көрсетсе керек. И уровень финансовой устойчивости. Агро саласының соңғы үлгідегі техникаларға сұранысы жылдан жылға артып келеді. Жаңа комбайндар қазір Қостанай зауытында құрастырылады. Бұл жоба индустриализациялау картасы бойынша осыдан 3 жыл бұрын жүзеге асырылды. Бірінші кезекте сапаға ерекше мән береміз. Сосын жоғары өнімділікке қол жеткізуге тырысамыз. Улучшаем производительность. Соңғы жылдары өңірдің агроөнеркәсіп кешені 57 кәсіпорынмен толықты. Олардың басым бөлігі шикізат өндірумен шектелмей, дайын өнім шығаруға ден қойып отыр. Облыста ұқсату кәсіпорындарының үлесі 3%-ға өскен. Ауыл шаруашылық қызметкерлерімен болған кеңесті қорытындылай келе, Бақытжан Сағынтаев қостанайлық диқандар биылда биік белестен көрінетіндігіне сенім білдірді. Достигать целей. Мақсатқа жетуге, жұмыс істеуге деген зор құлшыныстарыңызды байқап отырмын. Біздің міндетіміз сіздердің бастамаларыңызды қолдау. Бұл жағынан шектеу болмайды. Только вы нас не подводите. Мағауия Қалиев, Сергей Трахтенберг, Хабар, Қостанай облысынан.